Ассаламағалейкум, қадірменді көрермен. Сізбен бізді жоқтан бар етіп, ақыл сана берген Аллах Тағалаға сансыз мақтаулар мен шүкіршіліктер болсын. Бүгінгі жұмадағы жүздесуде әңгіме намаз жөнінде көрмек. Студиямыздағы қонақта белгілі исламтанушы Бекболат Бердімұратұлы. Беке, арнамызға қош келдіңіз. Қош көрдік. Ассаламалейкум. Алдымен де сұрағымызды намаздың адамзатқа түсірілу тарихынан бастасақ. Енді намаз, жалпы негіз біріншіден намаз деген сөздің арабша нұсқасы ас-салах деген мағына. Ас-салах деген сөз бұл силатун деген сөзден байланысы бар. Yani түбі силатун деген мағынасы байланыс деген сөз. Яғни біз намаз деп, жалпы бұл парсы тілінен бізге енген ғой намаз деген сөз. Ал енді арабшасы салах. Салах сөзінің мағынасы байланыс дедік. Яғни біз намаз арқылы Алламен байланыс жасаймыз. Тарихына келетін болса, пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям өмірінде өте қиын кезеңдер болған. Пайғамбарымыздың саллаллаху алейхи ва саллям әйелінен ажырап, дүниеден өткен кезде, Абу Талиб көкесі дүниеден өткен кезде, жалпы мұсылмандарды бір жерге қарай, бір районға, бір микрорайонға бойкот жариялап, мүшриктер мұсылмандармен қарым-қатынасты үзіп тастаған кезде, сондай бір қиын кезеңдер болған пайғамбарымыздың өмірінде. Сол уақытта Аллах Тағала пайғамбарымызды саллаллаху алейхи ва саллям Исра Ми'раж деген оқиға болған. Оны барлық халық біледі, Исра Ми'раж оқиғасын. Сол Ми'ражда пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям Алламен тікелей перде арқылы Аллах Тағаламен тікелей сөйлескен кезде Аллах Тағала оған осы намазды парыз етеді. Бірақ ол уақытта намаз 50 уақыт болады. 50 уақыт намаз міндеттеледі. Енді қараңыз, Аллах Тағала пайғамбарымыз сондай қиын заманда, қиын уақытта көңілін жұбатып, Аллах Тағала тікелей өзі сөйлесіп отыр Аллах Тағала. Және осы байланыс үзілмес үшін, осы байланыс жалғасу үшін Аллах Тағала өзі тікелей намазды бұйырды. Бүкіл біздің парыздарымыз, біз білетін парыздар Жәбірейіл періште арқылы парыз болып отқан. Ораза, қажылық, зекет сияқты. Ал намазды Аллах Тағала өзі тікелей табыстырған Ми'раж оқиғасында. Бірақ ол уақытта жаңа айтқанымыздай 50 уақыт. Сөйтіп пайғамбарымыз аспаннан аспанға төменге түскен кезде жаңа Мұса пайғамбармен жолығады. Сонда Мұса пайғамбар айтады, Аллах Тағала не бұйырды дейді. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям айтады, маған Аллах Тағала 50 уақыт намазды бұйырды дейді, үмметіме дейді. Мұса пайғамбар айтады, бұл бұйрықты үмметің орындай алмайды дейді. Мен оны басынан өткізгем дейді. Сондықтан Раббыңа барып жеңілдік сұра дейді. Пайғамбарымыз соны қайтадан барып Аллах Тағаладан жеңілдік сұраған кезде Аллах Тағала оны 10 намазды кемітеді. Тағы да түседі. Тағы да сұрайды, Мұса пайғамбар, не бұйырды Раббың? Пайғамбарымыз Мұхаммед саллаллаху алейхи ва саллям, Аллах Тағала 10 намазды кемітті дейді, яғни 40 намаз болды. Жоқ, тағы да кеміту керек, сенің үмметің шыдамайды оған. Пайғамбарымыз қайтадан көтеріледі. Қайтадан Аллахтың алдына сәждеге жығылып, Аллаға жалбарынып, Аллах Тағала жаңағыдай сол кезде тағы жеңілдетеді. Осылайша бұл намазда Аллах Тағала бірнеше рет пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям Мұсаның несімен, насихатымен пайғамбарымыз Аллахтан бірнеше рет сұраған, жеңілдетуін, сөйтіп 5 уақыт намазға қысқарған. Бірақ Аллах айтады, осы 5 уақыт намазды кім-кім сақтаса, оған 50 уақыт намаз оққанның сауабы болады дейді. 5 намаз болып қысқарған кездің өзінде Мұса пайғамбар айтады, сенің үмметің бұған да шыдамайды дейді. Тағы да жеңілдет дейді. Сонда Аллах елшісі саллаллаху алейхи ва саллям пайғамбарымыз Мұхаммед саллаллаху алейхи ва саллям, мен енді Раббымның алдына барып тағы да жеңілдік сұрауыма ұяламын дейді. Осылай 5 уақыт намаз қалады осы жерде. Бірақ Аллах не дейді? Осы 5 уақыт намаз үшін 50 уақыт намаздың сауабы болады дейді. Сондықтан бұл намаз Алланың үлкен мейірімі, Аллахпен байланыс, мұсылманның миғражы деп айтады ғалымдарымыз. Мұсылманның миғражы ол намаз дейді. Бәрекелді. Енді мынау уақытты пайдалануға қатысты қазір қаншама семинарлар, тренингтер өткізіліп жүр ғой. Мысалы, осыған қатысты тіпті тайм менеджмент деген термин де өмірімізге енді. Жалпы осы адамның өз уақытын тиімді пайдалануында намаздың алатын орны қандай мысалы? Намаздың орны үлкен. Өйткені Аллах Тағала Құранда айтады, «Иннас-салата канат алал муъминина китабан мауқута» дейді. Расында намаз мүміндерге белгілі уақыттармен парыз болған дейді. Яғни әр намаздың өзінің уақыты бар. Яғни мұсылман адам 5 уақыт намазын өз уақытында оқуға тырысу керек. Сонда ол нені үйренеді? Әр істі уақытымен істеуді, дұрыс пайдалануды уақытында. Бұл мұсылманның өз уақытын жүйелеуге көмектеседі. Ең маңызды нәрсе намаздың өзін осылай
уақытпен жүйелейтін болса, уақытпен орындайтын болса, қалған істерінде осыған сәйкестендіріп жасайды әрекетін. Яғни бұл намаздың өзі өз уақытын тиімді пайдалануға, дұрыс пайдалануға үлкен септігін тигізеді. Енді мысалы адам баласы, әсіресе мұсылмандар енді басына іс түссе, Алладан бір жәрдем сұрап дұға тілеп жатады. Дегенмен енді түрлі күмәндар мен сылтаулардың бір салдарынан осы намазға келе алмай жүрген бауырларымыз бар енді. Жалпы осы енді сол кедергілерге тоқталсақ, енді ең басты кедергі сол бауырларымыздың намаз бастай алмай жүргендеріне мен намаз бастауға әлі дайын емеспін деген кедергі екен да, сондай ой екен. Жалпы намаз бастауға қандай дайындық керек? Біріншіден бұл рухани дайындығы керек қой, ең біріншіден рухани дайындық. Яғни өзін мына нәрсені түсіну. Ла иляха иллаллах Мұхаммадур Расулуллах деп айтқан кезде, мен Алладан басқа тәңір жоқ екеніне куәлік келтіремін дейді. Не деген сөз ол? Мен Алланы мойындаймын, жаратушым ретінде, жалғыз, және оған құлшылық ету менің міндетім деп қабылдау. Ла иляха иллаллахтың ішінде осы тұр. Мен Алланы жақсы көремін, Аллах Тағалаға құлшылық етуім керекпін. Біріншіден. Екіншіден, Мұхаммадур Расулуллах, Мұхаммед пайғамбардың салсам әкелгенін бәрі шындық және ол кісінің көрсеткен жолымен жүру менің міндетім деп қабылдау жүреді. Осы сөз айтқан кезде осындай мағыналар ар жағында тұр. Мағыналар тұр. Мен сол кісіні әшейін айта салдым, Мұхаммед пайғамбар екен ғой, деп бір ертегі айтқан сияқты болмау керек ол. Ол кәдімгі жүрегімен соны қабылдаған кезде мен сол кісінің бұйрығымен жүрем, Құранның бұйрығымен жүремін, менің ол міндетім деп қабылдау керек біріншіден. Сол иман. Осы иман мәселесін дұрыстау керек та бірінші ол кісіге. Одан кейін мен дайын емеспін деген сөзге келсек. Мен дайын емеспін деген сөздің ар жағында бірнеше мағыналар бар. Кейбір адамдар былай деп айтады: мен дайын емеспін. Оның мағынасы былай: мен дейді жұмыс істеп жүрмін дейді. Жұмыс істеген кезде арасында жаңағыдай боғауыз сөз айтамын дейді. Онсыз мен жұмысым жүрмейді дейді. Мен арасында жаңағыдай бір темекі тартамын дейді. Мен арасында бүйтемін, мен арасында сөйтемін деп жаңа неше түрлі әрекеттерді айтып жатады. Мен намазға келуім үшін жаңағының бәрін тастап, өзімді тазартып, жаңағы әрекеттерден содан кейін барып намазға келуім керек. Мен тазарып барып келуім керек. Ал оған дейін мен оны тастауға әлі қауқарым жоқ. Өйткені мен бала шағамды асырауым керек, бүйтуім керек, сөйтуім керек деген сияқты ойлар тұрады ар жағында. Осының бәрін жинап келіп, мен дайын емеспін дейді. Бұл дұрыс емес пікір. Біріншіден, ол неге? Біріншіден, дайын емеспін дегеннің ар жағында бұл жерде не мағына жатыр? Бұл жерде намаз оқу арқылы 2 есе күнәға батып кетем. Өстіп жүріп, күнә жасап жүріп, жанында дұрыс емес әрекеттер жасап жүріп, намаз оқығанша оқымаған жақсы деген сөз бар қоғамда. Бұл дұрыс емес сөз. Бұлай деп айтылу керек. Бүйтіп намаз оқығанша күнәсін тастамай ма деп айтылу керек та. Бізде керісінше айтылады. Бүйтіп жаңағы жүріп намаз оқығанша намазын тастамай ма деп керісінше адамның жақсылығын тастауға, жамандығын жалғастыра беруіне біз көмектесеміз. Керісінше болу керек. Ол бір. Екіншіден, намаз күнәні өсірмейді, бәлки өшіреді. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи айтады хадисінде: егер сендердің үйлерің жаңа өзен ағып тұрса, сол өзенге күніне 5 рет жуынсаңдар, кір қала ма дейді. Яғни күніне 5 рет сіз душқа кіріп жуынсаңыз, кір қала ма деген мағына ғой. Сонда сахабалар не дейді? Әрине кір қалмайды үстімізде дейді. Дәл сол сияқты 5 уақыт намаз арада кеткен кемшіліктерді жойып тұрады дейді. Өйткені адам қателеспейтін адам болмайды. Адам міндетті түрде қателеседі өмірде. Бірақ оны жоятын нәрсе керек, қателіктерін, күнәсін жоятын нәрсе. Ал жоятын нәрсе ол намаз, ол құлшылық. Құлшылықсыз жойылмайды ол. Жаңағыдай мен бірінші өзін тазартып алайын, содан кейін бір намазға келем деген, ол немен тазартады өзін? Оны тазартатын нәрсе намаз ғой. Бұл енді шайтанның берген уасуастары. Салып отырған ой ғой енді. Сосын мен былай түсіндіргім келеді тағы да. Мысал айтайық деймін, мысал айтайық. Намаз, жаңа біз айттық, ол мұсылманның мойнындағы міндеті. Былайша айтқанда, біздің қарапайым тілмен айтқанда, Алланың алдындағы сіздің борышыңыз, Алланың алдындағы орындайтын қарызыңыз. Сондықтан бізде айтады, жаңа намаздың уақытынан өтіп кетсе, қарызын өте дейді, қазасын өте дейді. Яғни біз әрине ол намазын оқып жүріп күнәсін жасай берсін деген мағына емес бұл. Бірақ мүлдем оқымаған адамнан гөрі оқыған адам әлдеқайда бір саты Алланың алдында жоғары болады. Енді кейбір ағайындар ойлайды ғой, бейнамаздан кейін намаз жаман деген жаңағы ойдан қорқады. Жаңағы айттыңыз, алдымен жаман әдеттерімнен арылып алайын, намазға содан кейін келем ғой деген намаз оны арылтады. Сөйтіп, ал енді осыған керісінше ойдың да жетегінде жүргендер бар ғой. Мысалы, ниетім түзу, ешкімнің
ала жібін аттаған емеспін деген ойдың да жетегінде жүргендер бар. Оларға не айтасыз? Енді оларға қатысты былай айтайық. Біріншіден, ниетім түзу деген нәрсе, немесе мен не үшін намаз оқуым керек, мен тазам. Кейбір адамдар бар сондай, біз тазамыз, ойбай, ол жап-жас бала неге намаз оқиды? Ол не істеп күнә істеп қойыпты? Неге қайтып күнәға батыпты деген сияқты. Намаз оқу үшін күнәһар болу шарт емес. Жаңа біз айттық, тағы да астын сызып тұрып қайтадан айтайық. Намаз оқу үшін, ол намаз оқу, ол мен мұсылманмын деген аттың өзі жеткілікті. Мұсылман деген сөздің мағынасы мен Аллаға бой ұсынушымын деген сөз. Мен мұсылманмын деп тұрған кезде біздің ар жағында мағынасы мен Алланың бұйрығын орындаушымын деген мағына жатыр. Демек, сіз пәксіз ба, пәк емессіз ба, Алланың бұйрығын орындау міндетіңіз. Осылай түсінуіміз керек біз. Намаз оқу, намаз ол күнәһар адамның міндеті, таза адамның міндеті деген сөз емес. Ең таза адам, ең Аллаға жақын адам пайғамбарлар. Пайғамбарымыз Мұхаммед саллаллаху алейхи вассалам бізден көп құлшылық жасаған намаз. Тіпті Айша анамыз айтады ғой, сізге жаңағы міндет, күнәңіз кешірілген болса да, күнә жасамайтын болсаңыз да, осыншақты өзіңізді қинап, жаңа аяғыңыз ісігенше, аяғыңыз талғанша осындай намаз оқисыз ба дейді. Сонда пайғамбар саллаллаху алейхи вассалам не дейді? Мен шүкіршіл пенделерден болмаймын ба дейді. Ал біз ше, біз күнәға қанша батқып, белшесінен батып жатқан пендеміз. Және біз Алланың алдында құл екенімізді білдіру үшін оқимыз намазды. Яғни ораза ұстауымыз, намаз оқуымыз, басқа да ал исламдағы бекітілген парыздарды орындауымыздың ар жағындағы негізгі мақсаты ол Алла Тағала бұйырды, сол үшін орындап жатырмын деген мақсат тұру керек. Намазда да солай. Таза болғаным үшін емес, күнәһар болғаным үшін емес. Алла маған бұйырды Құранда оны. Сол үшін орындаймын мен деген мағына. Енді мысалы, енді жаңағы шайтан енді пенде болғасын түрлі ойлар салады ғой басына. Енді сондай ойлардың бірі, мысалы жаңағы мен жұмыс істеп жатырмын, жұмыс орным таза емес, намаз оқиын десем дегенде бір ойлар келіп жатады пенденің басына. Жұмыс орным таза емес деген. Бізде көбінесе жұмыс орны таза емес деп нені айтады? Ар жағын сұраған кезде, қалай таза емес түсіндіріңізші деген кезде, енді шаң тозаң дейді. Немесе жаңа айтып жатады, мен мысалы темір жолда жұмыс істеймін, май боламын дейді, үсті басым май болады дейді. Шариғатта намазға жарамайтын жағдайлар бар. Ластық деп есептелетін. Оны нәжіс дейді. Нәжіске ол жаңағы кіші дәрет, үлкен дәрет, аққан қан деген сияқты заттар кіреді. Осылар кіреді. Ал шаң ол жерден шыққан жердің бір жынысы. Жердің бір құрамы. Ал жер бізге Алла Тағала пайғамбарымыз хадисте айтқандай, жер маған таза етіп берілген дейді. Барлық жер маған намаз оқуға жарамды етіп берілген дейді. Яғни жер жалпы топырақтың өзі табиғаты намазға жарамды. Қанша шаң болса да, қанша топырақ болса да үстіңіз, ол намаз оқуға жарамды нәрсе. Біз өзіміздің логикамызға салып қараймыз да, өзіміздің жаңағыдай арға зерттеп, шариғаттың бізге берген өлшемінде ол таза деп есептеледі. Намаз оқуға жарамды нәрсе. Май да солай. Намаз оқуға жарамды нәрсе. Өйткені ол нәжіске жатпайды. Нәжіске жаңа біз айтып кеттік. Кіші дәрет, үлкен дәрет, осылар жатады. Аққан қан, ірің деген сияқты. Шариғат көп нәрсені жеңілдеткен. Біз өзіміздің діни сауатымыздың төмендігінен шариғатты ауыр көреміз. Ойбай, ол үшін бүкіл нәрсені тап-таза ұстауым керек, үтіктеп тұруым керек, шаңын сүртіп тұруым керек, сөйтіп барып оқуым керек деген сияқты өзіміз қиындатып жібергенбіз дінді. Ал негізі дін жеңіл. Адамдардың санасындағы тағы бір қиындық бар мысалы. Ол енді мысалы мен 5 уақыт намазды уақытында оқи алмаймын деген. Мысалы 5-ін мысалы бірде келеді, 5 намаз бір уақыт бірде келетін болса, сол кезде мен оқысам, оқыдым айтпаса мен қаза болып кете үлгермеймін дегенде бір ойлар бар енді. Осының енді осы күмәнді сейілтсек. Біріншіден намаз жаңа айттық қой, Алла Тағала Құранда әрбір намаздың өз уақыты бар деп. Ол намаз уақыты деген кезде намаздың кіретін уақыты болады, намаздың шығатын уақыты болады. Сол аралық намаз оқуға жарамды уақыт. Сол намаз. Сондықтан намаздың өзіне бірінші айтқанда, ойбай, ол уақытым жоқ, мен жұмысым мына жерде күтіп қалады деген адамдар. Мен мысалы бір достарымды білемін, таныс жігіттерді. Мына Алматыда 63 деген маршрут бар. Ол 63 деген маршруттың тоқтайтын жері жоқ. Конечная остановка дейміз ғой, орысша айтқанда. Тоқтайтын жаңағы ең соңғы аялдамасы жоқ. Ол қаланың ішінде айналып жүре береді. Бірақ арасында бір 15 минуттық, 10 минуттық үзілістер болады, демалып тұратын жері болады. Сондай кезде ол оқиды. 5 уақыт намазын тастамайды, өзі жүргізуші Алматының ішінде жүр, 24 сағат жаңағыдай айналып тоқтамай, бірақ намазы 5 уақыт намазын өз уақытында оқып жатыр. Сондықтан бұның көбі негізі сылтау. Адам өзі ниетін дұрыстап,
Аллаға қарай қадам басатын болса, Алла тағала оған жеңілдете береді, жолын аша береді. Біріншіден. Ал екіншіден, намаз жаңағының өзіне бір 5 минут, жарайды, көп алсақ, бір 10 минут дейікші. Дәретін алсын, жаңағы сүннетін оқысын, 10 минут кетеді. 10 минут, онсыз да бізде жұмыс істеп жатып, перекур деп жаңағы 10 минут беріп жатамыз. Перекурға. Намазға бере алмай қаламыз да сол кезде. Көрдіңіз бе? Бұның бәрі сылтау. Табуға болады, егер ниет дұрыстасақ. Ал енді жаңа айттық. Мысалы, бесін намазы сағат 1-де кірді десек, асыр намазы сағат 5-те шығатын болса, осы 1 мен 5-тің арасы бесін намазының уақыты. Келесі намаз 5-те кіреді, мысалы айталық. 4 сағат дейсіз ғой. 4 сағаттың ішінде 10 минут табу, ол оп-оңай нәрсе. Қиын емес ешқандай. 10 минут табуға болады 4 сағаттың ішінде. Асыр намазы кіреді 5-те делік, мысалы 5:30-да делік немесе. Ары қарай ақшам намазы мысалы 7-ден аса кірді делік. Арада 2 сағаттан астам уақыт бар. Тағы да не істеуге болады? 10 минут табуға болады. Уақыт деген осы. Яғни намаз уақыт кірді бітті, тура сол уақытта, сол минутта оқып тастау міндетті деген нәрсе жоқ. Әрине, алғашқы уақытында оқылған абзал жақсырақ. Бірақ рұқсат етеді шариғат, егер сол абзал уақытта оқи алмасаңыз, жұмысыңыздың жаңа тығыздығына байланысты басқа уақытында да оқуға болады, уақыт шыққанға дейін. Енді мысалы, тағы бір адамдарға кедергі болып жүрген бір дүние бар, енді көпше түсінбей жүрген. Мысалы, 5 уақыт намазды мен жаттауым қиын дейді. Мысалы, намазды оқу үшін адамдарға Құранның қандай сүрелерін білсе жеткілікті мысалы. Осы 5, олар ойлайды енді 5 уақыт намазды 5 түрлі оқуым керек деп ойлайтындар да адамдар бар. Енді жалпы негізі намазда қираат деген нәрсе. Қираат деген ол Құран оқу. Қазір Фатиха сүресін кез келген мұсылман біледі. Фатиха сүресін. Ихлас сүресін кез келген мұсылман біледі. Онымен қосыңыз жаңағыдай Инна атойнакал каусар сүресін қосыңыз, ең қысқа сүре өзі, 3 аяттан тұрады өзі. Осы 3 сүрені білсе, ол адам намаз оқуға жарамды. Намаз оқуға жарамды. Аржағында жаңа ат-тахиятты жаттайды, 5 уақыт намаз оқуға жарамды. Жетіп жатыр. Жетіп жатыр. Енді тағы бір осындай бір кедергі бар. Ол мен намаз оқысам, бала шағамды кім асырайды деген бір ой бар. Намаз адамның өміріндегі кәсіп жасауына кедергі жасамайды. Жаңа біз айтқандай, қаншама бизнеспен айналысып жатқан ағаларымыз бар, қаншама ауыр жұмыс істеп жүрген ағаларымыз бар. Намазы бүтін, кәсібі де бүтін. Бала шағасында қарны тоқ, көйлегі көк дегендей. Сондықтан намаз адамның кәсібіне бөгет. Жаңа біз айттық қой, намазға деген 5 минут кетеді, 10 минут кетеді, жарайды, көп басылы. Кейбір жерлерде біз естіп жатамыз, жаңағыдай кейбір бабаларымыз осыны өздерінің жаңағыдай жұмыстарын жеңілдету үшін ба, мен намаз оқимын деп міндет қылып ұзақ уақыт дәрет алып, ұзақ уақыт оқып, содан кейін әрине оған дейін көзқарас өзгереді. Намаз деген осы екен ғой. Бір намаз оқу үшін 1 сағатын кетеді екен деген сияқты көзқарас пайда болады. Ол сол адамның қателігі, діни сауатының төмендігі ол адамның. Негізінде намазға ондай уақыт кетпейді. Намазға өте аз уақыт кетеді. Керісінше бағана айтып қалдық қой, тайм менеджмент деп айтып қалдық. Нағыз кәдімгі уақытты тиімді пайдаланудың жолы ғой, намаз оқу деген мысалы. Сосын алдағы жұмысыңды сол намазға қатысты, уақыттарға қатысты жоспарлау кәдімгі. Соған бейімдеу. Соған бейімдейсіз де, намаздың 5 уақыт намазыңызға бейімдейсіз жұмысыңыз. Мына уақытқа дейін ана намаз уақыт келіп қалады, оған дейін мынаны істеп бітіріп алайын. Содан кейін барып келесі іске көшемін деген сияқты. Ол намаз өзі түсінген адамға үлкен нығмет негізінде. Береке дейсіз ғой. Береке. Берекенің кілті. Берекенің кілті. Енді мысалы, қазір енді жастарға қатысты айтып жатады. Не болып соншама өрімдей жассың, уақытың әлі алда, не қып соншама намаз оқып жатырсың, намазға жығылдың деген сияқты бір айыптап, бір сондай мақсат, сондай бір сипаттағы сөздерді естіп жатамыз. Намаз ол әрбір балиғат жасына жеткен адамның ақыл есі дұрыс, мұсылман адамның орындауы міндетті болған құлшылық. Яғни кімге міндет намаз оқу десек, ол міндетті түрде пенсияға жету шарт емес, 63 жасқа келу шарт емес. Кімге міндет намаз десек, мұсылман, ақыл есі дұрыс, балиғат жасына келген адам. Балиғат жасы дегеніміз, ол жаңа ер баланың жетілуі. Оны ғалымдарымыз неге байланысты, контингентке байланысты, қай жерде өмір сүреді, сол жерде ыстық жерде болсыңыз ертерек жетіледі деген сияқты 12 жас,
13 жас, 15 жас, ең соңғы уақыты 15 жас ол. Қыз балада, ұл балада. Қыз бала кішкене ертерек жетілуі мүмкін. Мысалы 9 жаста, 8 жаста, немесе 10 жаста, 12 жаста деген сияқты. Ең соңғы уақыты 15 жас. 15 жасқа келген адам балиғат жасына толды деп есептеледі. Бүкіл белгілері көрінбесе де, көрінсе де. Ол 15 жаста балиғат жасқа жетті. 15 жастан ары қарай балиғат жасындағы адам деп есептеледі. Яғни ол адам Алланың бұйрығын орындауға міндетті болып табылады. Яғни 5 уақыт намазын оқу міндетті болып табылады. Сондықтан жаңа тағы айтып кетейік, намаз оқу үшін ол күнәһар болу шарт емес. Ол Алланың бұйрығын орындаушы пенде болды. Сол ғана. Енді мысалы тағы бір ой, мысалы жаңағы жастарға қатысты жаңағыдай ой айтылса, керісінше енді жасы келгендерге айтып, тілім келмей жатыр деген ойлар бар мысалы. Иә. Жаттай алмай жатырмын деген. Мысалы намазды бастау үшін, мысалы жаттай алмай жатса, тілі келмей жатса, қандай амал жасау керек енді? Қандай жолдары бар дегенім ғой. Мен өзім мысалы өмірімде бір апаны көрдім, 80 жастан асқан. Құранды арабша оқып, бірнеше сүре жаттаған. 80 жаста. Сонда ол кісі айтты, айналайын қарақтарым, мен жасым 80-ден асты дейді. Тілім келмейді деп айтпаңдар деді. Адам өзі ниет танытып, оқи берсе, жаттай берсе, оқи берсе, немесе жаттай алмаса, әшейін оқи бергеннің өзі күндердің бір күнінде жатталғанын қалай жатталғанын және тілінің қалай бұрылғанын өзі байқамай қалады. Абай атамыз айтады, тілім келмейді деген адам тілін кесер едім дейді. Оның тілі елдің тілінен бөлек жаратылып па дейді. Абай атамыз қатты сөйлеген осы мәселеде. Сондықтан тілім келмейді деген сылтау сол Абай атамыздың кезінде де болған екен ғой сонда. Қазір әлі сол немен келе жатырмыз да, сол сылтаумен, шайтанның үйреткен сылтаумен. Сонда тіл келеді. Тілді келтіруге болады. Бұл жерде келмей тұрған нәрсе тіл емес. Келмей тұрған нәрсе ниет келмей тұр. Ниет келмей тұр дейсің. Иә. Намазды адам баласы енді ең алдымен Алланың разылығын алу үшін оқимыз мысалы. Иә. Осы жерде мысалы парыз намаздармен бірге басқа да көптеген жаңағыдай нәпіл намаздар бар, қосымша намаздар бар мысалы. Иә. Сәске намазы бар, түнгі намаздар бар мысалы. Енді осы кейбір осы намаздардың мысалы несі маңызы қандай мысалы? Егер парыз намазында кеткен кемшіліктер болса, сол нәпіл намазда сол кемшіліктер толтырады дейді пайғамбарымыз. Өйткені біз адам болғаннан кейін кейде дұрыс ықыласпен оқымауымыз мүмкін, ықыласымыз аз болып қалуы мүмкін деген сияқты. Солдай кемшіліктерді, кішігірім кемшіліктерді осы нәпіл намаздар толтырады. Қиындықтарға қатысты тағы бір ой келіп отыр. Мысалы кейбір бауырларымыз жаңағы сылтау дегеннен шығады. Менің жұмысым енді өзінің ерекшеліктері бар, мен сапарға көп шығам. Сондықтан менға намаз оқу кішкене қиындау дегенде бір ойлар келіп жатады. Негізі сапарда керісінше намаз жеңілдейді. Сапарда, мысалы, тұрғылықты уақытта 5 намазының рақағаты 4 болса, сапарда 2-ге қысқарады. 2 рақағатқа қысқарады. Құптан намазы 4 болса, асыр намаз 4 болса, оны 2 рақағатқа 2-ге қысқарады. Осындай мүмкін жеңілдіктер бар. Тіпті енді мысалы басқа мазхабтарда 2 намазды бір уақытқа қосып оқу деген жеңілдіктер бар. Бізде енді Ханафи мазхабында ол жоқ, бірақ екінші бір түрі бар. Ханафи мазхабында бірінші намаздың уақытының соңында оқып, екінші намаздың уақыт кірген кезде екінші намаздың уақытын басында оқу. Сонда біріктірген сияқты болады да, бірақ әр намаз өз уақытта оқиды. Осындай нәрсе істеуге рұқсат етеді шариғат сапарда. Яғни бұл жеңілдіктер, шариғаттың беріп жатқан жеңілдіктері. Бірінші намаздың соңғы уақыты, екінші намаздың бастапқы уақыты. Әр намаз өз уақытында оқылды, бірақ уақытты тиімді пайдаланды да сапарда. Кедергі болып жүрген тағы бір ойлардың бірі, мысалы енді намаз оқиын десем, ата-анам қарсы дегенде бір осындай пікірлер бар. Осындай осыған ұшырап жатқан, осындай бір кедергілерге ұшырап жатқан бауырларымыз бар мысалы. Негізінде біз шариғат ата-анаға жақсылық жасауды бұйырады. Ата-анаға жақсылық жасау міндет. Алайда сол ата-анасына дұрыс жеткізе білу керек деп ойлаймын. Дұрыс жеткізіп, діннің оның намаздың керісінше жақсылық екендігін, оның жамандық ешқандай жаман қасиетті артырмайтын. Өйткені адам баласы жалпы намаз оқи бастаған кезде жақсы қасиеттерін көбейту керек қой. Өзін тәрбиелеумен іске айналысу керек. Өйткені намаз ол рухани тәрбие. Бізде көбінесе намаздың сыртқы бейнелеріне көп мән беріп кеттік та, руханиятын ұмытып кеттік. Тастап қойдық шетке қарай. Негізі намаздың негізгі
рухы, мысалы айтайық, адам болу үшін неден құралады десеңіз, адам ол жан мен денеден құралады. Солай ғой, дене мүшесі толық болу керек, дене болу керек ода, және оның рухы болу керек, жаны болу керек. Сонда ол адам болады. Сол сияқты намаз, толық намаз болу үшін, дұрыс намаз болу үшін, оның жаны ол ықылас. Ал қалған дене мүшелері, жаңа біз сырттағы дұғалары, Құран оқу, дұғалы оқу, жаңағыдай руку, сәжде деген сияқты, бұл дене мүшесі болса, рухы, жаны ол ықылас. Осы біздің ықыласымыз аз болғандықтан намазымыз бізге кейде дұрыс пайда аламай жатамыз намазымыздан. Түсіндіңіз ба? Сондықтан Алла Тағала Құранда айтады: "Инна ссалата танха анил фахшаи вал мункар". Расында намаз жамандықтан, арсыздықтан тыяды дейді. Қай кезде тыяды? Ғалымдар айтады, егер ол адам намазын толық орындаған болса дейді, ықыласын толық орындап, әдебін сақтап, сүннеттерін толық орындап оқыған болса дейді, сол намаз арқылы ол пайдасын алады. Қандай? Өзінің рухани тәрбиелене бастайды дейді. Біздің сол намаз оқып жүріп рухани тәрбиелене алмауымыздың себебі осы. Біз ықыласымыз азайып кеткен намазда. Біз намазда Алланы емес, дүниені ойлап кеткенбіз көбінесе. Тез қашан бітіреді екенбіз деген нәрсені ойлап кеткенбіз. Қазірден бітіргеннен мына нәрсені істеймін деген сияқты. Рухани энергиясы азайғаннан кейін пайдасын біз аз көріп отырмыз. Сондықтан намазға тұрған адамдар осындай әрекеттерді көбейтсе, ықыласын көбейтсе, оның руханияты тазарғаннан, өзгергеннен кейін, оның ата-анасы оның өзгергенін көреді. Өзгергенін көргеннен кейін олардың намазға деген көзқарасы өзгереді. Менің балам намаз оқығаннан кейін айтқызбай жұмыс істейтін болды. Айтқызбай жаңағындай үйдің ішін тазалап қоятын болды. Айтқызбай сабағын орындап қоятын болды. Менің балам керісінше намаз арқылы жақсы жаққа қарай өзгерді деген көзқарасқа жеткізе алуымыз керек ата-анамызды. Намаз арқылы. Ал егер мен намаз оқимын деп, анасы жаңағындай балам дүкенге барып келші десе, қоя тұрыңызшы мен намаз оқимын десе, әрине намазға деген көзқарас өзгереді. Дұрыс болмайды. Өйткені ол адам намазды дұрыс көрсетіп тұрған жоқ ата-анасына. Анам қоя тұршы, мен қазір намаз оқып алайыншы деп тұрса, мысалы. Балам анау көтеріп жіберші деп әкесі сұрап жатса бір затты, көтеріп жіберші деп жатса, әке қоя тұрыңызшы мен бар намаз оқып келейін, мен намаз уақытым келіп қалды деп отырса, намазды дұрыс көрсетіп жатқан жоқ ол. Көрдіңіз бе? Сондықтан көп жағдайда біз өзіміз кейде кінәлі болып жатамыз. Себебі біз намаздың дұрыс жағын көрсете алмай жатырмыз. Намаз бізді тәрбиелейді. Және сол тәрбиенің ішінде намаз бізге нені айтып тұр? Аллах Тағаланың бұйрығына сай бол деп тұр намаз. Алланың бұйрығының ішінде ата-анаға жақсы қарау деген бар. Ата-анаға жақсы қарау, ата-ананың бұйрығын орындау. Бірақ ата-ананың бұйрығын орындау деген кезде, егер ата-ана күнәға шақырса, ол күнәні істеуге болмайды. Осы жерді біз дұрыс түсінуіміз керек. Алланың бұйрығы келіп тұрып, бірақ ата-ана күнәға шақырып тұрса, ата-анаға күнә мәселесінде бағынуға болмайды шариғатта. Алланың бұйрығына міндетті түрде, Алланың бұйрығын жоғары қоюымыз керек. Бірақ ата-анаға деген құрмет қалып қоймау керек осы жерде. Намаз оқиын десем, дәрет алуға қиынсынам дейді деп жүрген бауырларымыз да бар мысалы. Оларға не айтасыз осындай кісілерге? Дәрет алу қиын емес. Дәреттің өзі негізгі, мысалы Ханафи мазхабында дәреттің 4 парызы бар. Қиын емес. Бетті жуу, қолды бұл шынтаққа дейін жуу, басты бір рет сипау, сулы қолмен, және аяқты тобыққа дейін жуу, 2 аяқты. Бітті. Осы 4 жер жуылды ма, дәреті толық деген сөз. Қалғандары сүннеттер ол. Жаңағындай 3 рет жуу, ауыз шаю, мұрын шаю, құлақты тазалау, бетті жуу, жаңағындай қолды білезікке дейін жуу деген сияқты бірінші, мысалы 3-3-тен 10 қолдан бастау. Бұның бәрі сүннеттері. Яғни одан сайын көркемдете түсетін, одан сайын әсем қыла түсетін нәрселер. Бірақ соның бәрін орындағанның өзінде ол қиындық тудырмайды негізінде. Дәрет алу. Ешқандай қиындығы жоқ дәрет алудың. Енді қыз балаларға қатысты, мысалы енді намаз оқиын десем, мысалы мен орамал тақпаймын, бірақ сол себептен де намаз оқи алмай жүрмін деген де бір ойда жүрген қарындастарымыз, қыздарымыз бар мысалы. Бірінші біз мына нәрсені ескерейік. Және иман деген мәселені айтып кеттік. Иман, Аллаға иман деген кезде мен Аллах Тағаланың бұйрығын орындау міндетім деген нәрсені жүрегімізге кіргізгеннен кейін біз білеміз, бәріміз білеміз, исламның 5 парызының бар екендігін. Біріншісі иман дедік, екіншісі намаз оқу. Сондықтан болмағанда осы екінші парыз бірінші орындап алайық. Яғни жаңағындай әлі орамал тақпай жүрмін, сондықтан мен намаз оқымай намаз тастап кетуге болмайды.
болмағанда біреуін орындаңызшы, егер біреуіне шамаңыз келмей жатса. Бірақ әрине пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам хадисінде айтады, жалпы мен сіздерге нені бұйырған болсам, шамаларын келгенше орындаңдар дейді. Немесе Алла тағала Құранда айтады, иттақуллаха мастататум. Шамаларын келгенше Аллаға тақуалық танытыңыздар дейді. Яғни шамаларыңыз келгенше Алланың бұйрығын орындаңыз деген сөз. Сондықтан болмағанда қай жерге дейін сіздің шамаңыз келіп тұр, орындаңыз. Намаз оқуға келіп тұр ма, орындаңыз. Орамал тағуға шамаңыз келіп тұр ма, орындаңыз. Жалпы Алла Тағаланың жаңағыдай бір парызын себеп қылып, екінші парызын тастауға болмайды. Шамамыз келгенше айтар Алланың парызын орындауға тырысуымыз керек. Сонда көресіз, екінші парыз қалай сізге жеңіл бола бастаған. Кейде біздің бір парызды орындай алмауымыздың себебі біздің кейде бір парыз тастағанымыз себеп болады. Яғни Алланың алдында күнәміз себеп болып жатады. Яғни күнәнің әсері бар. Біз кейде ойлаймыз, күнәнің әсерін бұл дүниеде көрмейміз, ақиретте көретін шығармыз, күнә жазасын деп. Күнәні адам баласы бір қателік жасады ма, бір күнә істеді ма, оның әсерінің бірі адам баласы парызға немқұрайлы бастайды, қарай бастайды. Сөйтіп күнә өскен сайын бір күні сол парыз тастап кетуі де мүмкін. Көрдіңіз ба? Сондықтан бір парызды орындайық, сосын келесі парызды иншалла Алла Тағала сізге жеңілдетеді. Жеңілдетіп қояды дейсіз ғой. Енді мысалы жаңағы ниет етіп, намазға ниет етудің өзі адам баласының Алла Тағала жүрегін ашып, оның жаңағы жадының кәдімгі дұрысталуына да ықпал етеді ғой. Мысалы жаңағы есіме сақтай алмай жатырмын, жаттай алмай жатырмын деген мәселелердің өзі мысалы өз-өзінен шешіліп сала беруі мүмкін. Шешіледі. Алла Тағала өз пайғамбарымыз хадисінде айтады, Құдси хадисінде Алла Тағала айтты дейді, егер пендем маған бір қарыс жақындаса, мен оған бір шынтақ көлемінде жақындаймын дейді. Яғни ол не деген сөз? Пендем маған қарай кішкентай бір менің бұйрығымдай, сәл болса аз бір қарыс көлеміндей бір бұйрығымды орындайтын болса, менің мейірімім оған екі есе болатындығын айтып тұр да. Пендем маған бір шынтақ көлемінде жақындаса, мен оған бір қадам көлемінде жақындаймын. Ол маған қарай бір қадам көлемінде жақындаса, мен оған қарай жүремін. Ол маған қарай жүрсе, мен оған қарай жүгіремін дейді. Бұл нені білдіреді? Аллах Тағаланың бізге қарай беріп атқан мейірімінің екі есе екендігін. Біз кішкентай бір Аллаға көңіл бөлсек, Алла одан екі есе көбірек бізге көңіл бөледі. Ниетімізді сәл кішкене көбірек ашсақ Аллаға, Алла Тағала бізге одан сайын үлкенірек ашады мейірімін. Бәрекелді. Енді қазір міне қасиетті Рамазан айының бір табалдырығында тұрмыз. Кіріп жатыр. Жалпы қаншама өмірде қаншама адам намаз бастай алмай жүрген қаншама бауырларымыз осы ораза айында, Рамазан айында, қасиетті Рамазан айында бастап кеткен. Осы енді намаз бастай алмай жүрген, бірақ ниет етіп жатқан бауырларыңызға не айтасыз? Ешқашан жақсылықты кейінге қалдырмаңыз деген келеді. Намазға тұру ол жақсылық, ол жақсылықтың нышаны. Сіз Аллах Тағалаға жақындадыңыз деген сөз. Сол Аллах Тағала сізге мүмкіндік ашып беріп отқан кезде сіз теріс бұрылмаңыз. Аллах Тағала сізге есігін ашып отыр. Рамазан айында жәннаттың есіктері ашылады. Оның мағынасы, ғалымдар айтады, тозақтың есіктері жабылады дейді пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам. Жәннаттың есіктері ашылады, тозақтың есіктері жабылады. Бұл жердегі мағына дейді, Алла Тағала сізге жәннаттың амалдарын жасап қал, жәннаттың амалдарын жасайтын мүмкіндікте тұрсын қазір деп тұр. Сондықтан намаз оқу ол жәннаттың бір есігі. Намаз деген ол бір жәннаттың бір есігі. Сол есікті жауып алмаңыз теріс бұрылып. Дегім келеді. Бұл ниетіңізді ашыңыз, ниетіңізді танытыңыз, ұмтылсаңыз, көресіз қалай Алла Тағала сізге жеңіл қылғандығын және қалай сізге береке беріп жатқанын байқайтын боласыз. Тозақтың есігі жабылады деген кезде, жамандықты жасайын деп жатқан адам, жамандығынан тыйыл, күнәңнен тыйыл. Тозақтың есігін жаптық біз. Сондықтан күнәдан тыйыл деп тұр. Намаз оқымаудың өзі күнә. Намаз оқымаудың өзі күнә. Бізде керісінше түсінік бар. Намаз оқысам екі есе күнәға батам деген сияқты түсінік бар. Жоқ, олай емес. Намаз оқысаңыз күнәден тазарасыз. Намаз оқымасаңыз күнәға батасыз. Намазды дұрыс оқымай қалам ба деп қорқам дейді мысалы. Қате оқып қойсам қайтем деген бір сондай бір күмәндар бар енді. Қауіптер бар дегенді. Біріншіден Аллах Тағала адам баласына шамасы келетін нәрсені жүктейді. Әрбір адам оны Алла Тағала тілін жаратты оның. Сондықтан ол шамасы келгенше, сол тіліне келгенше жаттау керек. Шамасы келгенше әрекет ету керек. Ары қарай шамасы қай жерге дейін келді, сол жерге дейін ғана ол сұралады. Шамасынан тыс нәрсе сұралмайды. Мысалы, арабшаны білмейтін адамнан арабшаны таза білетін адамның деңгейіндегі сұрақ алынбайды. Оның өзінің деңгейіндегі сұрақ алынады.
мүмкін ол қате айтуы мүмкін, бір дыбыс дұрыс шығармауы мүмкін. Өйткені оның деңгейі сол, жеткен жері сол. Сондықтан адам баласы шамасы келетін нәрсе ғана жүктеледі. Қорықпау керек ол нәрседен. Екі есе күнәға батып кетемін, қате оқып қойсам екі есе күнә болып кетеді деген сияқты ол нәрседен. Оның бәрі шайтанның біздің жүрегімізді ұялатып отқан қорқыныштары, әдейі қорқыту мақсатында. Сондықтан біз оған берілмеуіміз керек. Біз бір нәрсені ұмытпауымыз керек. Алла Тағала маған шамамның келетін нәрсені ғана жүктеген деп. Мен шамам келгенше тырысып бақтым, тілімді келтіруге тырыстым. Алла Тағала қабыл етсін. Енді намаздың кілті, намазды оқуға деген бір ең басты бір құрал ол Құран. Мысалы енді мына қасиетті Рамазан айы ол Құран айы дейміз. Құран айы. Олайда тарауих намаздар оқылады. Осы жақта жаңағы Құрандар көбірек оқып жатамыз мысалы. Осы Құранға қатысты. Құран ол Аллах Тағаланың сөзі. Құранда Алла айтады, біз Құранды осы Рамазан айында түсірдік адам баласына ақиқатты көрсету үшін. Жалған мен ақиқатты ажырату үшін дейді. Түсіргенбіз дейді. Сондықтан Құран бұл Рамазан айы Құранның айы. Ғалымдарымыз, мысалы хадис ілімімен айналысатын ғалымдарымыз, фиқпен айналысатын ғалымдарымыз болған, Құран айы келген кезде, осы Рамазан айы келген кезде, ана ілімдерді тоқтата тұрып, Құранмен айналысатын, Құран оқумен тек қана. Сондықтан Құран оқу білмейтін болсаңыз, Құран оқып үйреніңіз. Қазір курстар көп, тағы айтып, мешіттеріміз ашық, мешіттерімізде тегін оқытылып жатыр. Үйренуге мүмкіндік бар. Барынша өзімізді Құранға қарай жақындатсақ, сонда біздің берекеміз сол Құран арқылы болады. Сондықтан пайғамбарымыз айтады, егер сендер ақыреттің жақсылығын қаласаңдар, жақсылығына қол жеткізуін қаласаңдар, онда Құранды қолға алыңыздар дейді. Егер осы дүниенің жақсылығына қол жеткізгілеріңіз келсе, онда Құранды қолға алыңыздар дейді. Егер сіздерге ақыреттің де, дүниенің де жақсылығы керек болса, Құранды назарға алыңыздар дейді. Соны басшылыққа алыңыздар дейді Құранды. Сондықтан біз Құранға керісінше жақындауымыз керек, көбірек оқуға, оны үйренуге, ықылас танысақ, осы Рамазан айы Құран айы болғандықтан Алла Тағала жеңілдіктер береді. Бекболат бауырым, бүгінгі әңгімеңізге Алла разы болсын, Алла сауаптан жазсын, Алла істеріңізге береке берсін дейміз. Иншалла, Алла разы болсын сіздерге. Хаким абай толық мұсылман, толық адам, жартылай мұсылман, жарты адам деген. Ал толық мұсылман болудың бірден бір кілті намаз оқу екен. Ендеше Алла баршамызға жәннаттың кілті болған намаз оқуды нәсіп етсін. Осымен бүгінгі хабарымыз аяқталды. Келесі жұмада жүздескенше ағайын.